Фестиваль черчевесінде өткерілген айле дегерліклері мультимедиа презентациялар конкурсына 50 иш тағдым етілді. Ең яқшы олған 18-ні жүре залары сечіп алдылар. Балалар евде сақланып қалған қиметлі шейлерінің тарихына айтып, өз ішлеріні қорчаладылар. Асырлардан седа уч. Ішімнің мақсады халқымыздың тарихыны келешек несілге көстермек де сақлап қалмақ. Айле дегерліклері ile тарихымыздың емиетіні көстермек. Қырым татар миллетінің зеңгін бөлігі анане везенатларының сырасында бақырчылық эвел-эзелден бұйық емиетке малик еді. Бақыр сабутылар әрбір Қырым татар евінде бұлыныр еді. Мұны бойле екі бақыр сабут ақында екее етмеге істейім. Біз кенеде қадеми Қарасу базар шеріне зиярет етечекміз. Ай, Қарасу, Қарасу, қарт Қарасу, сен жәннетнің түрінде құрылғансың. Жайлаулардан көзіне чалт барасу. Жаш чағында жүректен ұрылғансың. Hocamız Acıgildieva Gulnaz Rifatovna'nın anasının aile degерліклері hakkında hikaye edecekmiz. Bu iki bakır savut, meşrebe ve kuman. Servet Beta meşrebeni eline alғанда böyle anını hatırlay. Қарасу базарда yaşaganda evleri aleda tura, şimdiki sokağı Griboyedova sokağı 4. ev. Azbarlarından küçük bir ozençik haka eken. Bu ozençiknin suvu belür gibi temiz eken. Ozençiknin yanında yaz günleri sofa koyulgan ve kelgen musafir bu ozençiknin yanında oturmağa pek aves ekenler. Bu meşrebe şu ozençiknin kenarında Osken tereknin pıtağında asılıp turgan. Kart babası Emir Hüseyin Şeyh Baba su içkende böyle temiz ve lezzetli su bir yerde yok değil edi. İkinci bakır savut bu human. Servet Betay'ın ecdatları ruhaniler sülalesi olğanından dinge pek yakın olğanlar ve 5 vakit namazını vakitinde kılganlar. Bu humanen Servet Betay'ın karbabası Emir Hüseyin Şeyh Baba ve sonra anası Ayşe Şerife Şehzade abdest alıp namaz kıla ekenler. Bu savutlarını nasıl saklap kaldınız deyip sorağanda Servet Betay bu eşyalar eski Kur'anlar, fotoresimler, Şeyh Baba'nın tayağı ve meşrebenen kuman benim ailemin degirligidir, servetidir ve en evvela ecdatlarımdan büyük bir hatiredir ve gelecek neslimizge bir miras olarak kalır ve göz bebeğim gibi saklamağa tırıştım deyip cevaplanam. Мен, Амитшайла Нияла, Советский районы Заветная Умумтаси мектебінің 10 сыныфында оқуым. Айле дегерліклері ярышында бережі келе іштирак етем. Мен қалтанамның кесесі ақырында екее етмек істейім. Біздің қоғамтамыз балабан ве муабет. Мен өзімнің бақтылы инсан деп саям. Чүнки менің қалбабам ве қалтаналарым бар. Біз ананнен ве кадемнен Алия қалтанам ве Айдар қалбабамның evinde yaşayımız. Алия қалтанам Өзбекистанда Наманган шерінде doğdu. Babasının adı Hüseyin еді. Anasının adı Хаче еді. Хаче қалтанамның қолантасы Балабан еді. Бұл оған ve 3 kız edilir. Хартанам бүтін миллетіні кебі ғурбетлікте тек bir arzunen, bir niyetnen yaşay.
ватанына қайтып қавышмақ ве халық исянға қалмағаны үшін өкіне. 1973 сенесі ватанына көчіп келген соң ава пек хувана. О суық мерхаметсіз қыштан соң ювасына қайтып келген бірінші қарылғачлар еді. Ватандашлар Қырымға келе башлаған соң сеуінші да артты. Бұл сатырларда көрінеке рахметлі Хартанам әрдаққа миллетіні түшінген ве келген фикірлеріні кәғытқа ифаде еткен. Гузель Қырым шайыры 1989 сенесі yazылған. Ана, әң мұхаддес инсан, жәннете біле ана аяғы түбінде дерлер. Бабасыны жәніктен қайтмаған құваншыны көрмеген ава бүтін севгісіні анасына доғырылта. Оның Лейля анасы өзі балаларыны ве өксіз қалған қардашларыны остырып аяққа тұрсата. Бұл намыслы мүлайым қадын, азиз анадыр. Рахметлі ава Хартанамыз дайыма қатырымызде олacak. Яшлығында ожа олмаға істеген, амма мұрадыны ирішмеге Хартанамның арзусыны Аллах хисмет етсе, біз торынларымыз япармыз. Келечекте Қырым татар тілі ожалар олмаға тырышармыз. Ватанымыз Қырымны севмеге, хорчаламаға ве гүлетмеге мечбур керекміз. Әр бір хорантаның өз айле дегерліклері бар. Кімгедір марама, кімгедір жезве, кімгедір епішлі хушақ, мирас олып қал. Қырым татар деслерінде біз тіліміз, әдебиятымыз, ватанымыздың тарихыны öğrenеміз. Біздің Hocamız Ленара Ниязивна Дағжы бізге дайым айтта, тілімізге sevgi ve hürmet aşlata. Yarış için мен махсус презентация hazırladım. Дегірмен ақында. Дегірмен түрки бір сөздір. Хорантамызда сақланып қалған дегірмен менің Сания Хартанама оның қайнанасы Инсаф Хартана берген еді. Бұл дегірмені қарт бабамның қарт дедесі Бақчысарай ұсталарынан сатын алған. Бұл дегірмен Сания Хартанам үшін пек қиметлі шейдір. Чүнки 1944 сенесі сүргін етілежекте бір шейлер топланғанда бұл дегірмені қарт Хартанам деянына алла. Олармен берабер Өзбекстанға вене айет 1988 сенесі Қырымға қайтып келе. Қабримде мелектер сорғу сораса, Азраил тілімне бен кере тораса. Оз туған тілімде айтмана дермен. Оз туған тілімде жырлап олермен. Бекер Чобан Зәді. Яшлар, келечегімізні öğrenip, келечегімізді құрайық. Мына келечек программамызда насыл мераклы эшяларны балалар тaqdim еттілер ве жюри өгінді осишлеріні қорчаламаға қорқончылымы яда yok. Мына bu ақта келечек программада икeye етерім. Балалар, программамызны интернетте сейір етмек мүмкін. Біздің адресіміз YouTube каналы Алтын Бешік ТВ сайфесі.